Өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір. Осындай бағдарламамен Нұр Отан парламент мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттардың қаңтарда өткен сайлауында жеңіске жеткені белгілі. Партия қазақстандықтардың өмірін едәуір жақсартуға міндеттеме алғаны мәлім. Қазақстанның өңірлеріндегі айқын мақсаттардың нақты істерге қалай айналып жатқаны туралы баяндайтын хабарлар циклін жалғастырамыз. Армысыздар. Бүгін біз Жамбыл облысында атқарылып жатқан ауқымды істер туралы әңгімелемекпіз. Нұр Отан партиясының өңірлік филиалы жол картасы аясында 7 бірдей басым бағытты айқындап алды. Олардың негізгілері тұрақты экономикалық өсім, жұмыс орындарын ашу, кәсіпкерлікті дамыту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Жамбыл облысы үшін соңғы бірнеше жыл қатарынан техногендік және төтенше апаттардың орын алуы, сондай-ақ карантиндік шектеулердің кері әсерін еңсеру оңай болған жоқ. Дегенмен осыншама қиындықтарға қарамастан аймақтың әлеуметтік экономикалық әл-ауқаты арта түсті. Тұрғындардың табандылығының, мемлекеттің қолдауының және Нұр Отан партиясының қажырлы еңбегінің арқасында Жамбыл облысында экономика қарқынды дамуда. Халық саны ұдайы ұлғайып келе жатқан өңір халқының өмір сүру сапасын жақсартуда және тұрғын үйлер, жолдар, инженерлік инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандар құрылысын салуда айтарлықтай жетістіктерге жетіп отыр. Тек 2021 жылдың 11 айында аймақта 600 мың шаршы метрге жуық тұрғын үйдің құрылысы салынды. Бұл өткен жылдың көрсеткіштерінен 18,5%-ға артық. 35 көп қабатты жаңа үй немесе 1899 пәтер пайдалануға берілді. Жыл қорытындысы бойынша облыста барлығы 44 тұрғын үй салу және 2,5 мыңға жуық отбасын жеке пәтерлермен қамтамасыз ету жоспарланған. Осындай жаңа үйлердің бірі Жуалы ауданында бой көтерді. Жалпы ауданы 1100 шаршы метр болатын 3 қабатты ғимарат 18 шаңыраққа жылу сыйлады. Жаңа пәтерге қолы жеткендер бұл күнді көптен күткен еді. Оңдасын Жұмағали әйелі және 3 баласымен бірге 3 жылдан астам уақыт бойы жалдамалы пәтерлерде тұрып келді. Жақында жас отбасы өз баспаналарына көшіп кірді. Осы мынау Нұр Отан партиясының бастауымен жол картасы бойынша Жуалы ауданында осы 30 жылдан бері алғашқы рет ғимарат 3 этажды жас отбасыларға, аудан тұрғындарына жаңа үй соғылып жатыр. Үлкен рахмет. Өзімнің 3 балам бар. Құдайға шүкір, кезекте тұрмын, жақындап қалды, осы үйден берем деп жатыр. Нұр Отан партиясы үшін тұрғын үй құрылысын бақылап отыру маңызды, себебі жол картасында көрсетілген жайлы аймақ тармағының орындалуы әлеуметтік инфрақұрылымдардың қолжетімділігі мен сапасына байланысты. Сондықтан Нұр Отандықтар құрылыс алаңдарына барып, жұмыстың сапалы әрі мерзімінде орындалуын қадағалайды. Біздің Бауыржан Момышұлы Жуалы ауданының орталығында бірінші рет мынандай 3 қабатты керемет ғимарат салынып жатыр. 18 отбасыларға беріледі екен, жағдайлары төмен. Ол енді олар үшін үлкен көмек қой. Құрылысшылардың айтуынша жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Тіпті мерзімнен бұрын тапсырамыз деп сендіруде. Бастапқыда пәтер кілттерін табыстау 2022 жылдың мамыр айына жоспарланған екен. Ал мердігер компания тұрғын үй құрылысын жыл соңына дейін аяқтаймыз деп отыр. Нұр Отан партиясының өкілдері нысан құрылысы аяқталған соң іргелес аумақтарды абаттандыруды, балалар алаңқайлары мен жаяу жүргіншілер жолын салуды, жарықтандыру жұмыстарын дереу бастау қажеттігін баса айтты. Мына жаққа естіп екен, мына жерде бос жатқан жерді Бошаққа алдының қасына 2 жылдан өтсетті, сондай қойып мана егер опасайтсын ба десерге. Дом состоит из 18. Үйде 18 2 бөлмелі пәтері бар. Үйдің қаңқасы темірбетон панельдерінен құралған. Қазір барлық құрылыс монтаждау жұмыстары аяқталып, тек ішкі әрлеу жұмыстары қалған. Жыл соңына дейін тұрғындар үйлеріне кіре алады. Жамбыл облысында ірі автомагистральдарды, сондай-ақ жергілікті маңызы бар жолдарды салу және күрделі жөндеу бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде. Нұр Отан партиясының сайлауалды уәделерін орындау бойынша жасалған жол картасы аясында 2025 жылға дейін 2717 шақырым автожолды жаңарту көзделген. Халықтың әлеуметтік әл-ауқатының артуы сол өңірдің тұрақты экономикалық дамуына тікелей байланысты. Нұр Отан білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік саладағы сапалы қызметтерге қол жетімділікті қамтамасыз ету арқылы тұрғындардың өмір сүру жағдайларын жақсартуға күш салмақ. Сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымдардың қарапайым тұрғындарға қолжетімді болуы партия үшін маңызды мәселе. Облыс халқын таза ауыз сумен және көгілдір отымен қамтамасыз ету жобаларына нұр отандықтар белсене атсалысуда.
Жамбылдықтарды таза ауыз сумен қамтамасыз ету тұрғысынан Нұр Отан партиясы 2021 жылға белгіленген жоспарды артығымен орындауға ниетті. Орталық сумен жабдықтауды бастапқыда халық саны 40 мыңнан асатын 10 елді мекенге тарту жоспарланған еді. Енді бұл тізімге тағы 2 ауыл қосылды. Келесі жылы 10 елді мекенге таза су жеткізіледі. Байзақ ауданындағы ауылдардың тұрғындары ұзақ уақыт бойы ауыз судың азабын тартып келді. Жақында орталықтандырылған су құбыры жүргізіліп, ауыл халқының тұрмысы едәуір жеңілдеп қалды. Сарыкемер ауылын ауыз сумен қамтамасыз етті. Енді аудан орталығы бұған дейін таза ауыз су кірмеген 32 мыңнан аса халық тұрады. Сондықтан осы бағдарламаға сәйкес ауыз су жүргізілді. Сапасы қалай? Бізге кешелі бері су келіп жатыр. Біз өте осы суды көптен күттік. Өте қуаныштымыз. Елбасымызға рахмет айтамыз. Өз бізге жағдайымызды жасап жатқан сіздерге рахмет айтамыз. Жамбыл облысының ауылдарына газ құбырын тарту мәселесі Нұр Отан партиясының ерекше бақылауында. Кейбір ауылдардың тұрғындары отын көмір сатып алып, қыс бойы пеш жағып, күл шығаруға мәжбүр. Осы қыста ауыл тұрғындарының көптен күткен көгілдір отынға қолдар жетті. Ақшолақ ауылында газды кіргізу мәселесі. Енді газ болған жоқ, қарап отыр осы кезге дейін. Халық тас көмірді жағып келді. Сол енді бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, күнделікті бақылап отырдық. Құдай қаласа енді газ тартылып, газ тартылып бітті, әр үйге кіріп жатыр. 3 жыл болды жүргенімізге. Рахмет, мені енді қолға алып, кіргізіп, не қылып, дайындап осы жылдың аяғына дейін кіргізіп берсеңіздер, тегі өте қуанып, рахметімізді айтар едік. Рахмет, келіп мұнекей өстіп тексеріп, көріп, неғып жүргендеріңізге. Жаңа газ құбырлары жақын арада Жамбыл облысындағы ондаған ауылға жеткізіледі. Сондықтан 2025 жылға қарай тұрғындардың көпшілігіне көмір қажет болмайды деп уәде береді Нұр Отан партиясы. Бүгінге Жамбыл облысында газы жоқ елді мекендерді газификациялау бойынша нақты жұмыстар атқарылуда. Жол картасына сәйкес 25 жылға дейін облыс бойынша 107 елді мекен газдандырылады. Биылғы жылы 20 елді мекен жоспарланған, оның 15-не бүгінгі кіргізілді. Жыл аяғына дейін 5 елді мекенге газ жүргізетін болады. Сонымен қатар 25 жылға дейін облыс бойынша 2717 километр шақырым жолды жөндеу керек болса, биылғы жылы 354,8 километр жөнделді. Бұл яғни бүкіл жолдардың 13%-ын құрайды. Партияның жергілікті мәслихаттағы фракциясы қолға алынған іс-шаралардың барлығы да Жамбыл облысы халқының жайлы өмір сүруіне арналған. Партия сайлаушылардың үмітін ақтау, билік пен бұқара арасындағы байланыстырушы буын ретінде қажетті шаралардың барлығын қабылдауда. Мәселен, жол картасында белгіленген басым бағыттардың бірі өңірдің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету, кәсіпкерлікті қолдау. Облыста жыл басынан бері ондаған инвестициялық жоба іске асырылып, мыңдаған жаңа жұмыс орындары құрылды. Жайлы өңір және әлеуметтік даму. Бұл ең алдымен денсаулық сақтау және білім беру. Жамбыл облысында шалғайдағы елді мекендер жылжымалы медициналық кешендермен қамтамасыз етілген. Ал өңірдің барлық тұрғындары үшін ауқымды жоба облыстық онкологиялық диспансердің құрылысы жүзеге асырылуда. Орталық күніне 200-ге жуық науқасты қабылдай алады. Барлық онкологиялық ауруларды диагностикалау және емдеу үшін диспансер ең заманауи медициналық құрылғылармен жабдықталған. Біздің Жамбыл облысы халық үшін жасалып жатқан игіс болып табылады. Біздің жаңа ғимарат, онкологиялық орталықтың ғимараты 200 төсектік болып шақталған. Бұл жерде заманауи қондырғылар орнатылады. Линейный ускоритель, мультисорс, галмей, рум, терасик сияқты. Сол лучевая терапия дейді. Бізде онкологияны емдейтін бір тәсілі. Бұндай аппараттар көрші облыстарда жоқ болғандықтан, ол жақтағы азаматтарда, науқастарда келіп емдей алады келешекте. Алынған аппаратура құрылғылардың бәрін көріп отырмыз. Қазір біздің алдындағы облыстағы онкологиялық диспансердегі құрылғылардан ерекше басқа қандай аппаратуралар келді, құрылғылар? Ерекше, барлығы ерекше. Мынау КТ с функцией мультисимулирования, линейный ускоритель. Бұл аппараттар Қазақстанда тек қана Алматыда, Павлодарда және Астанада ғана бар.
Партия мүшелері денсаулық сақтау саласындағы жаңа нысандарды жиі аралап, олардың жұмысымен танысып отырады. Ірі жоба онкологиялық диспансер құрылысы салынғанымен, оны медициналық заманауи құрал-жабдықтармен және білікті мамандармен қамтамасыз ету партия алдындағы міндеттердің бірі. Заманауи қондырғылар қазіргі заманға талапқа сай, дегенмен де осыларды меңгеру үшін, толыққанды жұмыс істете білу үшін біздің дәрігерлеріміздің біліктілігін арттыру мәселесі де жолға қойылған шығар. Әрине қойылған, бірақ қазіргі таңда біздің ота бөлімінің дәрігерлері толық оқытылған. Бұл ғимарат бірнеше жыл соғылып жатқандықтан бізде алдын алып бірге дайындалып отырмыз. Асфендияров атындағы университет біздің филиал ашылды Жамбыл облысында. Сол жерде де біліктілігін арттырып жатырмыз. Жалпы Жамбыл облысында денсаулық сақтау саласында 4 ірі жоба жүзеге асырылуда. Нұр Отан партиясының жоспарында шетелдерде медицина мамандарын оқытуға және өңірге білікті кадрларды тартуға қолдау көрсету. Соның нәтижесінде аймақтағы ана мен бала өлімін азайту көзделген. Сондай-ақ жамбылдықтардың өмір сүру ұзақтығын арттыру бойынша белгілі бір көрсеткіштерге қол жеткізу жоспарланған. Халық санының көбеюімен бірге тұрғындардың білім беру ұйымдарына қажеттілігі де өсуде. Жаңа мектептер салу және жұмыс істеп тұрған білім ұяларын жаңғырту мәселесі Нұр Отан партиясының ерекше бақылауында. Партия мүшелері 3 ауысымды оқытуды жою және апатты мектептер мәселесін түбегейлі шешу үшін жаңа білім нысандарын тұрғызумен қатар қолданыстағы мектептерге қосымша құрылыстар салуды қолға алды. Жалпы әлеуметтік сала бойынша биылғы жылы облыс көлемінде 11 мектептің құрылысы жүргізілді. Оның 7-8 пайдалануға берілді. Осы жаңа жылға дейін тағы қалған іске қосылады. Сонымен қатар спорт нысандары бойынша 11 спорт сауықтырық үлкен кешеннің құрылысы жүргізіп жатыр. Біреуі пайдалануға берілді. Қалғаны енді біздің келесі жылға өтпелі. Сонымен қатар біздің мәдениет саласы бойынша 10 ауылдық мәдениеттік үйлердің құрылысы жүргізу керек. Бүгінгі күнге 5-еуі іске қосылды. Сонымен қатар 5 ауылда қазіргі уақытта құрылысы жүріп жатыр. Оның бәрі енді біздің облыстық филиалдың бақылауында. Жамбыл облысының жол картасында жастарға ерекше орын берілген. Жастар саясатындағы негізгі мәселелер жұмысқа орналастыру, тұрғын үймен қамтамасыз ету және бұқаралық спортты дамыту. Бұл ретте шалғай ауылдар мен қалалар арасында шекара болмауы тиіс деп санайды Нұр Отан партиясы. Саяси ұйым облыстың әрбір тұрғын үшін тең мүмкіндік жасалу қажет деген ұстанымда. Ол үшін өңірде 48 жоба қарастырылған. Мысалы, ауыл ел бесігі бағдарламасы белсенді жүзеге асырылуда. Алдағы жылдары 3 ірі спорт кешені салынбақ. Сондай нысандардың бірі Тараз қаласындағы гимнастика және үстел теннисі спорт кешені. 12 000 шаршы метрге жуық аумақты алып жатқан үлкен ғимаратта бірнеше зал бар. Мұнда бір уақытта 600 адам спортпен айналыса алады. Бұрын жаңағы выставкада жұмыс істедік, ол баяғы залымыз, зал жоқ етін, сыймайтынымыз, спрос көп гимнастикаға, бірақ зал жоқ, маман жоқ. Ал қазір міне залды берді, условия жақсы, рахмет. Алда қойған мақсатымызға жетеміз деп ойлаймын жақын арада. Жаттықтырушылар жаңа залдан болашақ чемпиондар шығарына бек сенімді. Қазір спорт секцияларына сұраныс өте жоғары дейді бапкерлер. Шын айтқанда қазір мынау гимнастика залына біз дополнительно тағы да осы зданияны өзін балансқа берілгеннен кейін өзін ақтау керек қой. Сондықтан біз қазір 6-ға дейін спорт мектептері айналысады, 6-дан кейін өзін ақтасын деп платный услуга жасап жалпы халыққа. Екінші теннис залын өздеріңіз қарап отырсыздар. Бұл залда өте керемет. Өздеріңіз көріп отырғандай қазір уже біз госслужбаның арасында бар, әр департаменттің арасында бар, жалпы демалыс күндерде жарыстар ұйымдастырылады осында. Нұр Отан партиясының сайлауалды уәделерін іске асыру бойынша Жамбыл облысында жасалған жол картасында экономикалық дамудың, мәдени нысандар құрылысының, өңірдегі экологияны жақсартудың, туризмді дамытудың, кәсіпкерлер мен агроөнеркәсіптік кешенді қолдаудың, жаңа жұмыс орындарын құрудың басым бағыттары белгіленген. Жалпы мұның барлығы қарапайым халықтың өмірін жақсартуға бағытталған кешенді іс-шаралар.
Әрбір қазақстандықтың қала берді тұтасы еліміздің алдында сәт сайын түрлі сын-қатерлер пайда болуда. Бұл ретте Нұр Отан партиясы алдағы 5 жылға арналған әбден зерттеп зерделенген ел дамуының жол картасын жасады. Партия мүшелері алға қойылған міндеттердің барлығы орындаларына нық сенімді. Өршіл жобаларды іске асыруға олардың білімі, тәжірибесі, ерік-жігері жеткілікті. Өйткені мақсат міндеттері айқын, сондықтан оларды алда нақты істер күтіп тұр.